Мен кіргенде иә осының қарындаспенен жүрем, көк плашы бар. Сәуле ғой. Екеуміз жүреміз, мына үйде мынау кісі тұрады, мына үйде мынау кісі тұрады деп таныстырып. Осы сол кезде сондай кішкентай айтып мен кетсейсің анда бірге жұмыс тауып беремін. Біз шәкәр деп отырмыз. Сіз екенсіз. Алып барам, өзім оқытам деген жүр, менімен бірге жүр деді. Мен жұртқа чымда нетпедім. Мен ол кезде ноябрь кезімін. Енді ол не туда, не сюда кез ғой, көктем кезі. Жаз кезде барам ба деп ойладым да, сонымен шықпадым. Бармадым. Айтым жүр, жұмыс тауып беремін, как раз гүрілдеп атқан кез жанында боласың дедім. Енді реті келмеді. Сізге де көп рахмат, осылай бала шағаның қызын көре беріңіз. Балапандар аман болсын бәрі. Келінжаніне рахмат. Декретті үзім дейді, осындай біздің әулетті көбейте бер. Осындай дастархан жақсылыққа жайылсын. Еліміз сау болсын. Бауырымызға рахмет, міне осы қонақтап жатыр. Кеше Шымбұлаққа апарды. Алдында неге апарды ана жаққа, Көктөбеге апарды. Немерем отпускқа институттан кейін 1-2 жыл істеп мені отпускқа берді. Ол айтады Алматыға көргім келеді, анау мынау. Мен айттық, как раз мен дайындалып жүрмін, мен ойлағам өзім неде келем деп. Көктемде күзге қарай бәрін үйде дайындап, содан кейін ақырын бос болғасын барам деп. Сосын ойладым, былай ойлап, мынау босады, как раз немере өзі кішкентай кезімізден бауырымызға сабаған. Сосын ана қызды қыстыра ала кеттік екеуміз. Сосын кеп қалдық, міне осылай. Алдында кемір қарай айтады, ойбай бір естіп жатыр, мен неге естімедім сен келетініңді. Мен айттым, бірінші Берекеге барып алайын, содан кейін сол жақтан звондайын. Аман болайық. Рахмет сіздерге, міне қарсы алып жатсыздар. Осындай туыстарым бар деп қуана жүремін өзім. Жалғызлаймын сол жақта. Денеңіз сау болсын. Бала шағаның қызықтарын көріңіздер. Өсіп жатқан балапандар бәрі аман болсын. Оқып оқығандар, оқып бітіргендер, жұмыс тауып, табысы жақсы болсын. Өздеріне жетіп қалып, серванттың ішіне қоятын болсын, кішкене жартысы болса да. Солай. Осындай амандықпен кездесейік. Рахмет. Сол үшін алып қойыңыздар. Сіз ішпегенсіз не болды ғой?